Өңірде көктемгі су тасқынын болдырмау, алдын алу мақсатында төтенше жағдай департаменті күшейтілген негізде жұмысқа кірісті. Аймақ бойынша су басу қаупі бар 158 елді мекен қатаң бақылауға алынған. Ары қарай әріптесім әңгімелеп берсін. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен баспасөз алаңында кездескен Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департамент бастығы Мұрат Қатпанов аймақ жұртын су тасқыны болуы ықтимал қауіпке даяр әрі сақ болуға шақырды. Қазір өңірдегі су қоймаларында жағдай қалыпты, дегенмен осы жексенбіден бастап күн райы күрт жылып, қар тез еруі орын алмақ. 22 мың халықты қамтыған 158 елді мекен қатаң бақылауға алынған. Шерубай Нұра, Самарқанд, Кеңгір су қоймалары тәулік бойы назарда болмақ. Қазіргі кезде су тасқынына байланысты жалпы жағдай тұрақты, бірақ процестер ақырында басталуда. Жалпы ешқандай жолдың үстінен су өту деген, елді мекендердің басында су басу деген оқиғалар тіркелмеген, ондай ылғалдығы да көп, кейбір өзендерде. Бір қуантарлығы облыстың оңтүстік бөлігінде қар жоқтың қасы. Ал Ақтоғай ауданында жылдағы көрсеткішке қарағанда осы айда ағылпа 2 есеге артық түскен. Соңғы рет болған дауылды ауа райы салдарынан аршылған арықтар да бітеліп қалған. Төтенше жағдай департамент қызметкерлері өңірдегі суағарлардың 85%-ын тазартқан. Синоптиктер болса күннің күрт жылуымен, қар еруінен селдің жүруі 5-6 сәуір күндері болуы ықтималдығына болжам жасауда. Өңірдегі облысымызда гидрометеорологиялық жағдай тұрақты. Енді осы соңғы күндері болып жатқан оң температураның салдарынан біздің өзендерімізде аздаған су деңгейлерінің көтерілуі байқалады. Және мұз жауынның қысымы азаюы. Ол өзендер Нұра, Сарысу, Топырау және Кеңгір өзендері. Баспасөз жиынында төтенше жағдай департаменті бастығы Мұрат Қатпанов барлық өңір тұрғындарын сақ болуға шақырды. Мақсат Бисенаев, Мұрат Төкенов, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.